Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз энергия пішіндері мен энергия түрлерін қарастыратын боламыз. Мына жерде бізде төрт зат берілген: темір, кірпіш, су және зайтун майы. Енді әрбіреуінің ішінде өзінің энергиясы болады. Осы симуляцияда энергия символдары деген ол энергия ішінде қанша. Егер энергиясы көп болса, демек осы симуляцияда темір ауыр дене ретінде қарастырылған. Кірпішті алсақ, кірпіштің жеңіл екенін көрсетіп тұр. Су бізде ауыр, зайтун майы одан жеңіл екенін байқайтын боламыз. Енді мына жерде бізде термометр берілген. Әрбір заттың өзінің қандай да бір бастапқы температурасы болады. Бірдей қарап тұрсақ, бүкілінде бірдей. Және мына жерде жанарғыларды байқау. Бұл бізге мүмкіндік береді бірдей уақытта қыздыруға. Енді оларды жылытайық. Жылытқан кезде назар аударсақ, бізде кірпіштің температурасы темірге қарағанда тезірек өседі. Ол себебі мына жерде кірпіштің жеңіл ретінде жасалған. Бірақ шын өмірде кірпіш темірге қарағанда ұзақ уақытта қызиды. Мысалы, жас кезінде егер біз кірпіштен жасалған нәрсені ұстасақ, ол аса қызбағанын көре аламыз. Ал темірді егер біз жылытсақ, ол бізде тез жылитынын байқаймыз. Мысалы, машиналарымызды ұстасақ жас кезде, ол ыстық болатынын көреміз. Себебі олардың жылу сыйымдылығына байланысты. Енді су мен зайтун майды қыздырсақ, екеуін біз қыздырайық. Қыздырған кезде бізге байқаймыз, егер бізде энергиясы көп болса, оны жылыту үшін негізі көп энергияны жұмсау қажет. Бұл жерде қарап тұрсақ, бізде зайтун майы судан қарағанда тезірек жылиды. Демек, осыдан біз білеміз, бізде судың жылу сыйымдылығы 4200. Демек, оған энергия қажет 1 градусқа жылыту үшін. Ал зайтун майы бізде шуқтап 200 кетеді. Енді келесі демонстрацияны қарасақ, келесі демонстрация ол энергиялардың түрлеріне. Егер біз мына жердегі энергия символдарын қоссақ, біз қараймыз, мына жердегі велосипедші, оның өзінің энергиясы бар, ол бізде химиялық энергия болады. Содан кейін, егер біз қоссақ, қандай да бір жылдамдықты қоссақ, онда бізде жаңағы химиялық энергия механикалық энергияға айналады. Ал осы механикалық энергия бізде электрлік энергияға аударылады да жылулық энергияны жасайды. Енді біз велосипедшін тамақтандыру керекпіз. Тамақтандырған кезде бізде дәл солай энергия химиялықтан механикадан кейін бізде электрліктен кейін жылулыққа. Және қарап тұрсақ, осы жерде жылда энергиясы жоғары. Себебі егер біз велосипедті айналдырған кезде, бізде дәл солай жылулық энергия пайда болатынын көреміз. Енді велосипедшінің орнына күннің көзін қойсақ, кәдімгі күн болса, бізде күннен жарық энергиясы шығарылады да, мына жердегі генератордың орнына күн панелін қойсақ, күн панелі мына жердегі жарықты жинайды да, ол электрлік энергияға айналады да, бізде жаңағы су қыздырылады. Десе, үйдің лампочкасын қойсақ, жаңағы батареясы бізде электрикқа беріліп, ол жылуға айналып, бізде ішкі жарық береді. Егер бізде күн болса, бізде не байқалады? Бізде жаңағы жарық бізде шығарылады. Көп энергия бізге берілмейді. Күн коллекторы батареясы ол энергияны ала алмайды. Енді мысалы шайникті қыздырайық. Қыздырған кезде бізде механикалық энергия бара жатыр.
бізде механикалық энергияға айналып жатыр. Және егер бізде осындай генератор болса, онда жаңағы механикалық энергия электрикке айналып, содан кейін жылуға, жылудан кейін жарық энергиясына ауыстырылатынын көре аламыз. Немесе жел ретінде бола алатынын көреміз. Сонда бізде энергияның неше түрлі түрлері болатынын көре аламыз.